Қайырлы күн достар, мен Әйгерім. Бүгін сіздерге жаздың күні қысқа дайындық қылып компот жауатын боламыз. Ол үшін ең алдымен ыстық суға, қайнаған суға қақпақтарымызды салып қоятын боламыз. Одан кейін жеміс-жидектерді жуып тазалап алатын боламыз. Паритетілген банкілерімізді алып, ішіне жеміс-жидектерді жайғастыратын боламыз. Менде жеміс-жидектерден алма менен черешня, вишняның тәттісі. Үлкендерін бөліктерге бөліп алдым, ал майдаларын есе бүтіндей сала бердім. Осылай жоғарғы жағына алмаларды жайғастыратын боламыз. Қайнап тұрған суымызды құямыз. Қайнаған суымызды да толтырып құйып, бетін қақпағын жауып, 15-20 минутқа қойып қоятын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Каналымның дамуына үлес қосыңыздар. 15-20 минут тұрғаннан кейін, кішкене сырты суыңқырағанда, жайменен ыдысымызға суымызды қайтадан құйып алатын боламыз. Суымызды құйып алғаннан кейін, осылай қып-қызыл болып шықты менде су. Тағы да бір қайнатып жеріп, қайта құятын боламыз. Суымыз қайнағанға дейін үстіне қантымызды салып алатын боламыз. Менде кішкентай ғана бокал, ол бір пиала, бір кесе есебінде шығады. 3 литрлік банкіге 2,5 бокал салдым, ал 2 литрлік банкіге 2 бокал салдым қантты. Қантымызды да салып алып, осылай енді үстіне суымызды құятын боламыз. Ақырындап күйіп қалмай құйып шығыңыздар. Суымызды осылай құйып, бетін жауып, бір шетке қойып, екіншісіне де дәл солай құйып шығатын боламыз. Құйып болғаннан кейін, осылай айналдырып, жақсылап жауып алатын боламыз. Банкі жапқышпен айналдырып, жақсылап жауып алыңыздар. Осылай жақсылап жауып алғаннан кейін, ішінде қанттарын еріту үшін осылай қозғап алсаңыздар да болады. Қанты сонда тезірек еритін болады. Жақсылап шайқап қантын ерітіп алдым. Достар, тағы да қандай рецепттерді қалайтындарыңызды комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер,
мен қарап сол рецепттерменен тамақ жасайтын боламын. Шайқап болғаннан кейін осылай төңкеріп, бетін ыстық қылып жауып қойып қоятын боламыз. Сау болыңыздар.